Сәлеметсіңдер ме оқушылар, менің аты жөнім Қамигүлмира Мәлікқызы. Бүгін сендер қазақ тілі пәнінен табиғат құбылыстары бөлімінің табиғатты қорғаймын жаты септік тақырыбымен танысатын боласыңдар. Бүгінгі сабақта сендер жаты септіктің жалғауларын білесіңдер. Сөйлемнен жаты септік жалғаулы сөздерді таба аласыңдар. Ең алдымен балалар, мына жұмбақты шешіп көрейік. Қыста ғана болады, ұстасаң қолың тоңады. Жауабы не деп ойлайсыңдар? Әрине, қар екен. Балалар, енді осы жұмбақта кездескен қарамен жазылған сөзге сұрақ қояйық. Қыста. Қайда? Неге? Қайда? Неге деген сұраққа қандай септік жауап беретін еді? Иә, дұрыс айтасыңдар. Жаты септігіндегі зат есімдер кімде, неге, кімдерге, нелерге, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Жаты септігі атау септігіндегі сөзге да, де, та, те жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды жаты септік жалғаулары деп атайды. Балалар, ең алдымен мына сурет бойынша әңгіме құрап көрейік. Қазір суретте қандай жыл мезгілі деп ойлайсыңдар? Балалар не істеп жатыр? Қане ойланып көрейік. Иә балалар, суретте қыс мезгілі. Балалар қыстап қалатын құстарға арнап ұя жасамақшы. Тамаша, жарайсыңдар. Балалар, мына тапсырмаға назар аударайық. Ең алдымен мақал мәтелді оқып алайық. Біріншісі, балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Ерлік білекте емес, жүректе. Балалар, енді осы мақал мәтелдерге кездесетін жаты септігіндегі сөздерді табуға жетсіңдер. Жауабымызды тексеріп көрейік. Бірінші, балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Бұл жердегі жаты септігінде тұрған зат есім ұяда, қайда деген сұраққа жауап береді. Түбірі ұя да жаты септігінің жалғауы. Келесі, ерлік білекте емес, жүректе. Неге? Білекте. Білек түбірі те жаты септігінің жалғауы. Жүректе. Жүрек түбірі те жаты септігінің жалғауы екен. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді ең алдымен бірге оқып шығайық. Арша тасты жерлерде, таулы аймақтарда өседі. Дәрі жасау үшін оның жемісін пайдаланады. Құрамында эфир майы, қант, алма қышқылы, минералды тұз бар. Балалар, мәтінге ат қоюға жетсіңдер. Жаты септігіндегі сөздер сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын анықтауға жетсіңдер. Қане ойланып көріңдер. Жауабымызды тексерейік. Мәтінге арша деп ат қояйық. Бірінші сөйлемде жерлерде, аймақтарда деген сөздер жаты септігінде тұр. Өседі қайда? Жерлерде. Қайда? Аймақтарда. Бұл жердегі жерлерде, аймақтарда қайда сұрағына жауап беріп, сөйлемде пысықтауыштың қызметін атқарып тұр. Келесі сөйлем, дәрі жасау үшін оның жемісін пайдаланады. Бұл жерде жаты септігіндегі тұрған зат есімдер жоқ екен. Келесі, құрамында эфир майы, қант, алма қышқылы, минералды тұз бар. Неге бар? Құрамында. Құрамында деген сөз неге сұрағына жауап беріп, сөйлемде толықтауыштың қызметін атқарып тұр екен. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сөздерге жаты септігінің жалғауын жалғап, сөйлем құрастыр. Бізге берілген сөздер өзен, жайлау, қыс, көген. Бұл жердегі көген сөзі қой, қозы лақтарды мойындарынан тізбектеп желі арқанға қатарлап байлайтын тізбек екен.
Ең алдымен сөздерге жаты септік жалғауын жалғайсыздар, одан кейін сол сөздермен сөйлем құрау қажетсіңдер. Енді жауабымызды тексеріп көрейік. Бірінші, өзенде көптеген балықтар бар. Өзенде, өзен түбірі де жаты септігінің жалғауы. Малшылар жайлауда сабан-той жасады. Қайда? Жайлауда. Түбір жайлау да жаты септігінің жалғауы. Қыста балалар әдемі аққала жасайды. Бұл жердегі жаты септігіндегі сөз. Қыста, қыс түбірі та жаты септігінің жалғауы. Көгенде қозы-лақтар жайылып жүр. Қайда жайылып жүр? Көгенде, көген түбірі де жаты септігінің жалғауы. Балалар, мына ережені есімізде сақтап алайық. Сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымша да жуан болады. Сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Мысалы, өзенде сөзіндегі өзенде соңғы буыны жіңішке болғандықтан, оған жіңішке қосымша жалғанып тұр. Далада, дала сөзінің соңғы буыны жуан болғандықтан, оған жуан қосымша жалғанып тұр. Мұғалімде, мұғалім сөзінің соңғы буыны жіңішке болғандықтан, оған жіңішке қосымша жалғанып тұр екен. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Берілген септіктердің сұрақтары мен жалғауларын салыстыр. Бұларды бір-бірінен қалай айыруға болатыны жөнінде қорытынды жаса. Қане ойланып көрейік. Жауабымызды тексерейік. Балалар, бізге барыс септігі кімге, неге деген сұрақтарға жауап береді. Жалғаулары қа, ке, ға, ге. Ал жаты септігі болса, кімге, неге. Жалғаулары да, де, та, те. Екеуіне ортақ қайда деген сұрақ екен. Ал оларды сұрақтарына және жалғауларына байланысты ажыратуға болады. Ендеше балалар, бүгінгі сабақта сендер жаты септіктің жалғауларын білдіңдер. Сөйлемнен жаты септік жалғаулы сөздерді табуды үйрендіңдер. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.